Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сізбен оңай әрі тез дайындалатын тауық еті рецептісімен бөліскім келеді. Менімен бірге болыңыздар. Бізге қажетті ингредиенттер: бір пияз, осындай орташа пияз қажет болады. Сонымен қатар 4 тісше сарымсақ, кефир, базилик және қара бұрыш, паприка мен итальяндық шөптер приправасы қажет болады. Сонымен қатар менде осында 1 килограмм тауық еті бар, оны мен жуып, кептіріп қойғам. Ал енді дайындап бастайық. Ең алдымен біз пиязды кішігірім етіп турап аламыз. Осылайша мен турап алдым. Осындай бөлшектерге тураған дұрыс болады. Пиязды мен тауық етіне саламын. Ал сарымсақты осындай үккіштен өткізіп аламын. Оны кішігірім етіп турасаңыздар да болады. Осыған жарты шай қасық бұрыш салдым. Базиликті де қосамын. Негізі базилик итальяндық шөптер приправасында бар, бірақ оны мен қосымша қосамын, сонда дәмдірек шығады. Паприканы 2,5 шай қасығын саламын. Бұл әдемі түс береді. 3 шай қасық салсаңыздар да көп болмайды. Мынандай итальяндық шөптер приправасын қосамын. Ішінде түрлі шөптер бар. Ішінде орегано, насыбай гүл, майоран секілді специялар бар. Оларды бөлек-бөлек алсаңыздар да болады. Мен астына жазып қоям, қандай шөптер бар. Тұзын салам. Дәміне қарай менде осында 1,5 шай қасық тұз кетті. Өзіңізге қалай дәмді, солай салсаңыздар болады. Барлығын жақсылап тұрып араластырамын. Тауық еті паприкамен толығымен боянып алынуы тиіс. Енді кефирді қосамыз. Кефирді жайлап қосыңыз. Барлығын майлап шығу керек. Барлығы майланып алғанша сонша кефирді құясыз. Тағы да аздап қосам. Жақсылап тұрып араластырамын. Енді осыны біз тоңазытқышқа бетін жауып 3-4 сағатқа қойсаңыздар болады. Немесе түнге де қалдырсаңыздар болады. Сонда специялары жақсы сіңеді. Мен 3 сағаттан кейін пісіретін болдым. Осында мен картоп дайындап қойдым. Енді біз противенді майлап, үстіне тауық етін әзірше осылай салып қоямын. Астында бізде маринады қалады. Осындай маринад қалды. Енді соған біз картопты қосамыз. Картопымызды майлап шығамыз. Жақсылап тұрып араластырып аламыз. Осылайша противенге салдым. Енді оны 50-60 минутқа 180-190 градусқа пешке қоямыз. Арасында пісіп жатқан кезде осылай етіп маринадтың шырынымен тауық етінің және картоптың үстін күйіп және кеуіп қалмас үшін осылайша майлап шығамын. Осылай 2 рет жасадым. Тауық етіміз дайын болды. Осындай дәмді, керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоға лайк басып, тіркеліп қойыңыздар.